Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін математика сабағынан 56-шы сабақ 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмін өтеміз. Бірінші тапсырма. Жауаптарды өсу ретімен жасаң, сен мәдени мұралардың қайда сақталатынын білесің. Төменде берілген есепті шығарамыз. 52.070-ті 12-ге көбейтеміз. 624.840 болады. 53.080-ді 18-ге көбейтеміз. 955.440. 842.751-ді 27-ге бөлсек, 31.213. 326-ны 23-ге көбейтеміз. 978. Қосылған 652 тен 7.498. 4025-ті 23-ге бөлсек, 175. Енді сандарды өсу ретімен жазу керек. Ең кішкентай сан бізде 175, ол м әрпі. М-ны жазамыз. Келесі 7498, ол у әрпі. Екіншіге жазамыз. Енді одан кейінгі үлкен сан 31213, ол з әрпі. Кейін 624840, ол е әрпі. Соңғы 955440 дегеніміз и әріп. Сонда бізде музей деген сөз шықты. Сонда есептің жауабы мәдени мұралар музейде сақталады. Келесі екінші тапсырма. 68.040-ты 216-ға бөлеміз. Алдымен 680-нен қайырамыз, 3-тен береміз. 3-ті 216-ға көбейтсек, 648 болады. 680-нен 648-ді азайтсақ, 332, келесі 4 саны түседі. 1-ден береміз, 216, 108, соңғы 0 саны түседі. 5-тен береміз, 5-ті 216-ға көбейтсек 1080, екеуінен азайтсақ 0. Сонда 68.040-ты 216-ға бөлсек 315 болады. 59.392-ні 512-ге бөлеміз, 116. 46.305-ті 147-ге бөлсек 315. Есебіміз шықты. Келесі. Үшінші тапсырма. Есептеп дұрыстығын тексер, тура теңсіздіктер құр. Бірінші. 79.496-ны 152-ге бөлсек 523, дұрыстығын тексеру үшін 152-ні 523-ге көбейтіп көреміз, сонда 79.496 санының өзі шықты. Есебіміз дұрыс екен. Келесі. 113.122-ні 347-ге бөлсек 326, дұрыстығын тексеру үшін 347-ні 326-ға көбейтеміз, сонда 113.122. Келесі. 264.410-ды 386-ға бөлсек 685, дұрыстығын тексеру үшін қайттан бөлінді мен бөлінінің мәнін көбейтеміз, сонда бастапқы 264.410-ның өзі шықты. Енді бізде тура теңсіздіктер құр деген әр шыққан жауапты жазамыз. 326, одан үлкен 523, одан үлкен сан 685. Мінекей есебіміз шықты. Өз жауаптарымен тексеріп, салыстырып көріңдер. Келесі тапсырма. Есептің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар. Туристік маршруттың ұзындығы 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км бөлінген сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Мынау бізде жалпы арақашықтық болса, сұрақты қалған арақашықтық қанша километр деп алайық. Есептің шартын жазып аламыз. Мынау S қалған арақашықтық нешеге тең дегенді білдіреді. Енді есепті шығару үшін S1 тен V көбейтілген T. Сонда 85-ті 2-ге көбейтсем 170 км. Бұл 2 сағатта жүрген арақашықтық бұл бізде. Енді қалған жолды табу үшін жалпы S-тан S1-ді аламыз. 480 азайтылған 170 тең 310. Сонда есептің жауабы 310 км қалды. Есеп шықты. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. Музейге 550 теңгеден 48 балалар билеті сатып алынды. Есептесу үшін ішінде 50 мың теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 500 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкада қалған ақша кәдесейлер сатып алуға жете ме дейді. Есептің шартын жазып аламыз.
есепті шығару үшін алдымен 550-ді 48-ге көбейтеміз. 26.400 теңге. Бұл бізде билетке кеткен ақша. Енді жалпы ақшадан билетке кеткен ақшаның санын азайтсақ, 23.600 теңге. Бұл яғни карточкада қалған ақша. Енді кәдесыйға жету жетпеуін білу үшін осы қалған ақшаны 500 теңгеге бөлеміз. Себебі кәдесыйдің бағасы 500 теңге. Сонда 47. Ал бізде 48 бала бар. Бізде карточкада 100 теңге қалады. Сонда есептің жауабы карточкадағы ақша кәдесый алуға жетпейді. Бізге тағы да 400 теңге керек болады. Есеп шықты. Келесі. 6-шы тапсырма амалдары бойынша жаз және есепте. Бірінші 13.440 бөлінген 32 бөлінген 7 қосылған 7 көбейтілген 123 дейді. Бізде бірінші орындалатын амал бірінші бөлгіш. Кейін екінші орындалатын амал 7-ге бөлу амалы. Одан кейін 2 санды көбейтіп шыққан мәндерін қосамыз. Сонда 13.440-ты 32-ге бөлсек 420 болады. 420-ны 7-ге бөлеміз. 60. 7-ні 123-ге көбейтеміз. 761. Сонда есептің жауабы 921. Екінші есеп 1638 бөлінген 39 бірінші орындалады. Кейін мына 2 бөлінді. Шыққан мәндерін қосып, оны 1-ге бөлеміз. Бірінші бөлінінің мәні 42-ге тең болады. Қосылған екінші бөлінінің мәні 369. Оны тағы 1-ге бөлсек 411 шықты. Үшінші есептің жауабы 220 мың. Келесі. Бұда да ең бірінші жақшаның ішіндегі көбейту амалы, кейін азайту және қосу, соңында бөлу амалы орындалады. Есептің жауабы 78. Келесі есеп. Алдымен жақшаның іші орындалады, кейін бөлеміз және оған 3966-ны қосамыз, шығады бізде 10 мың. Соңғы есеп 21 мың азайтылған 308 көбейтілген 29. Осы бірінші жақшаның ішіндегі көбейту амалы орындалады, кейін шыққан мән 21 мыңнан азайтамыз және оны 4-ге бөліп, мына 2 бөліндіден шыққан қосамыз мәндерін. Сонда есептің жауабы 3318. Өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. Келесі тапсырма. 7-ші тапсырма өрнек бойынша есеп құрастыр дейді. Мұнда мұз айдындағы конькидің бағасы берілген, яғни бір билет құны 308 теңге. Алдымен есеп құрастырайық. Бізде барлығы карточкада 98 мың теңге болды. Біз билеттің құны 308 теңге екенін білеміз және ол 41 рет сырғанайды. Сонда карточкада қанша теңге қалады? Соны анықтауымыз керек. Ол үшін 308-ді 41-ге көбейтеміз. 12628 шығады. 98 мыңнан 12628 азайтсақ 85372. Сонда есептің жауабы карточкада 85372 теңге қалды. Есеп шықты. Келесі тапсырма. 8-ші тапсырма. Нұр-Сұлтан қаласында қандай музей бар екенін анықта. Кіру билетінің бағасын нақтыла, мәліметтерді пайдаланып есеп құрастыр. Нұр-Сұлтан қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы мұражайда ересектер билеті 300 теңге, балалар билеті 100 теңге. Ал енді есеп құрастырайық. Жексенбі күні 4-ші А сыныбы сынып жетекшісімен Сәкен Сейфуллин мұражайына барады. Музейде билет бағасы балаларға 100 теңге, ересектерге 300 теңгеден. Егер сыныпта 20 оқушы болса, онда барлық билетке қанша ақша жұмсалады? Бұл есепті шығару үшін алдымен ұстаз сынып жетекшісінің билеті 300 теңгеге қосамыз 100 көбейтілген 20. Сонда 2300 теңге. Есептің жауабы барлығы 2300 теңге жұмсалды. Дәл осылай Нұр-Сұлтан қаласындағы басқа да кез келген музейдегі билеттердің бағасын біліп, осылай өздерің ойдан есеп құрастырсаңдар болады. Келесі тапсырма. Периметр мен ауданын тап. Бірінші А
қабырғасының ұзындығы 25 мм. Бұл бізде шаршы сыз делінген. Шаршы яғни барлық 4 қабырғасы да тең. 25, 25, 25, 25. Енді осының периметрін табу үшін ұзындығын 4-ке көбейте саламыз. Яғни P тең 4A формуласы. 4-ті 25-ке көбейтсек 100 мм. Ауданын табу үшін A-ны A-ға көбейтеміз, яғни A квадрат 25-ті 25-ке көбейтсек 625 мм квадрат. Есеп шықты, енді осының ә тапсырмасын шығарайық. Ұзындығы 30 мм, ені 55 мм болатын тік төртбұрыш сыз дейді. Осылай тік төртбұрыш сызып аламыз. Енді периметрін табу формуласы P тең 2 көбейтілген A қосылған B. 30-ға 55-ті көбейтіп, оны 2-ке көбейтеміз, сонда 170 мм. Бұл тік төртбұрыштың ауданын табу үшін S тең A-ны B-ға көбейтеміз, 30-ды 55-ке көбейтсек 1650. Сонда есептің жауабы периметрі 170 мм, ауданы 1650 мм квадрат. Есеп шықты. Келесі. 10-шы тапсырма: егер текшелердің қабырғасы 6 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады дейді. Мұнда бір текшенің, бізде мынау бір текше ғой, соның ұзындығы, яғни қабырғасы 6 см деп аламыз. А тең 6 см. N 23 см. Бұл жердегі N деп отырғанымыз текшелердің саны. Яғни бірінші. Мұнда А фигурасы берілген ғой, осы жерде бізде 23 текше бар. Енді осы фигураның көлемін табу қажет. Алдымен біз бір текшенің көлемін тауып алайық. Ол дегеніміз А кубқа тең. Демек, 6 көбейтілген 6 көбейтілген 6, ол 216 см куб. Мінекей бір текшенің көлемі. Енді фигураның көлемін табу үшін осы 216-ны 23-ке көбейтеміз. Сонда 4968. Есептің жауабы А фигурасының көлемі 4968 см кубқа тең. Енді Ә тапсырмасында дәл солай А 6 см, ал бұл жердегі текшелердің саны 12-ге тең. Фигураның көлемін табу қажет. Дәл солай В көлемді табамыз, ол 216 см кубқа тең. Фигураның көлемін табу үшін 216-ны 12-ке көбейтеміз, сонда 2592. Есептің жауабы фигураның көлемі 2592 см кубқа тең. Есеп шықты. Соңғы 10-шы тапсырма: есептеп дұрыстығын тексер. 39445-ті 245-ке бөлеміз, 161. Дұрыстығын тексеру үшін 245-ті 161-ге көбейтіп көреміз, сонда 39445-тің өзі шығады. Мінекей. Келесі бөлінінің мәні 862. Үшінші бөлінінің мәні 456. Есеп шықты. Өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. Барлық жағдайда баған түрінде есептеп жаттығыңдар балалар. Мынау бізде 10, мынау 11-ші есеп. Барлық 11 есепті талдап шықтық. Сабағын осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар балалар.